Кіші гастрольдік сапар жасап, екібастұздық көрермендерді театр өнерімен етене араластыруды Жүсіпбек Аймауытов атындағы Қазақ драма театры жыл сайынғы әдетіне айналдырған. Жергілікті халықты сахна саңлақтарын асыға күтіп, ыстық ықыласпен қарсылады. Осы жолғы сапарында кішкентай көрермендердің көңілін театр әртістері Қызыр атаның сиқырлы аса таяғы ертегісімен тартқан еді. Айта кету керек, қойылымның 3 күнінде де өнер іші бүлдіршіндерге лық толды. Ертеректегі ертегілерде жүретін қасқыр, түлкі, мыстан кемпірмен қоса қазіргі заман балаларының сүйікті мультфильмдеріндегі Спанч Боб, Шрек, Өрмекші адам сынды кейіпкерлеріне әсіресе қуанды олар. Кешкілік сеанстарда Аймауытовшылар қырғыздың драматургы Сұлтан Раевтың «Ол қыздар» драмасын ұсынса, келесі күні Ерсайын Төлеубайдың пьесасы бойынша жазылған «Оян қазақ, ойлан қазақ» спектаклін қойды. Бұны кеудесінде жаны бар, я болмаса өзі мен қазақпын деген азаматтың бәрі көру керек деген. Себебі бұл ата-бабамыздан бұрыннан айтылып шыңғырған дауысы ғой, былайша айтқанда. Оян қазақ, ойлан қазақ. Мынандай ата-бабамыз найзаның күшімен, білектің күшімен деп атады. Осындай бізге әдемі жерімізді алып бергенді, сол жерді қазіргі 20 жыл деп атымыз. Егемен болғанымызға, осы егемендікті ұстап қалу үшін жастардың барлығы ойлану керек, ояну керек. Себебі осы елімізді ұстап, елімізді сондай үлкен мемлекеттердің деңгейіне жеткізу үшін барлық жастар білімді де болу керек, білікті де болу керек. Сондықтан да бүгін оянбасақ ерте кеш болады. Сапарының соңғы күнінде труппаның жетекші әртістерінің орындауындағы Қасым Аманжоловтың «Досымның үйленуі» атты комедиялық қойылым көрермендердің ыстық ықыласына бөленді. Осы комедия ол қазір бүгінгі ене менен келіннің арасында қарым-қатынасы. Жалпы қазақтың өзінің әдемі тәрбиесі бар ғой. Ананың ақ сүтімен келген ең бір әдемі тәрбие ол қазақтың тәрбиесі болған. Сол тәрбиені біз айтамыз, қайтадан жастарымызға қайтарып беруіміз керек. Театр қойылымдарын екібастұздық көрермендер өте ыстық қабылдады. Айта кетуіміз керек, павлодарлықтардың қойылымдары бірнеше рет республикалық театр фестивальдерінің жеңімпаздары атанды. Әртістер Мысырда, Түркияда, Мәскеуде, Санкт-Петерборда, Омбы және Новосібірде табысты өнер көрсетті.